Мына Арапат тауының жанында тұрмын. Арапат тауы үшіге қажылыққа келіп, бір күн осының басында қонып тілек тілейді екенді. Мен де өзім тілегімді тіледім. Сіздерге де айтайын. Мына үлкен балам Ерлан, Айдар, үлкен қызым Ләйла, Нұрлыбек, Алуа, Айбибі, өзім жұбайым Оңай, жаңа құдағилар, барлығы осы дүниеде аманшылықта, жақсылықта болсын. Туған туысқандарымыз өсе берсін. Күйеу балам Азамат, келінім Айнагүл, айналайындар, аттарыңды ұмытып жатырмын, өз жағыма кетіп жатырмын. Айбибі, кішкентайымыз, осы Айбибінің қызын көрек, жақсылық көрек. Осы балдарым сіздерге жасын, осы Арапат тауына келіп, дұға жасап, осы Қазақстанның келешегіне, өздеріңіздің келешегіне, осы туысқандарымыздың келешегіне, үлкен мына шейіт болған аталарымыз, ағаларымыз, нағашыларың барлығы жандары жаннатта болсын. Алла тағала соларды қолдасын. Осы жерде жүргенде Меккеден, Мәдинадан бастап солардың тілегін тілеп жүрміз. Солардың жақсылығы болсын деп жүрміз. Қазақстанның жақсылығы болсын деп жүрміз. Солардың барлығы тілегіміз қабыл болсын. Айтқан тілектерімді барлығын ішімнен айттым. Ешкімді қалдырған жоқпын. Баласы жоқтарға бала тілеп жатырмын. Ауырып қалғандарға аурулары жазылсын деп жатырмын. Мына тұрмыс құрмағандарға тұрмыс құрсын деп жатырмын. Жан жағымды танитын адамдардың барлығын тілеп жүрмін. Осы 5-6 күннің ішінде және де тілеймін. Әлі 2 күніміз бар. Барлығы қабыл болсын. Ешкім қалып атқан жоқ. Аузыма келген адамдардың барлығын айтып жатырмын, туған туысқандарымның. Ана өліп қалған әке шешемнен бастап, Ахметжаннан бастап.